Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Әміре Бабай Нұрадинұлы, Қазалы аграр-техникалық колледжінің арнаулы пән оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электр қауіпсіздігі. Электрлі магнит өрісінің және статикалық электрдің зиянды және қауіпті әсерінен қорғанысын қамтамасыз ететін ұйымдастыру және техникалық іс-шаралардың және құралдардың жүйесін біз электр қауіпсіздігі деп атаймыз. Жалпы электр қауіпсіздігіне байланысты өндірісті біз 3 топқа бөліп қарастырамыз. Электр қауіпсіздігі жоқ бөлмелер, қауіпсіздігі жоғары бөлмелер, қауіпсіздігі өте жоғары бөлмелер. Бірінші топқа жататын бөлмелер едендері тоқ өткізбейтін және тоқ өткізетін темір бұйымдары жоқ бөлмелер. Бұған әкімшілік бөлмелер мен тұрмыстық үйлерді жатқызуымызға болады. Екінші және үшінші топқа жататын бөлмелер құрғақ, салқын, шаң тозаңы көп бөлмелер. Бұл бөлмелерге насосты станциялар, транспортты станциялар, электр станциялары жатады. Электр қауіпсіздіктерінде қорғаныс бұйымдары екі түрге бөлінеді: жалпы қорғаныс бұйымдары және де жеке қорғаныс бұйымдары. Жалпы қорғаныс бұйымдарына қорғаныс штангілері, электр тоғын, кернеуін өлшейтін приборлар, қолғаптар, төсеніштер, қоршау бұйымдары жатады. Жеке қорғаныс бұйымдарына бізде каска, очки, противогаз, белбеуді біз жеке қорғаныс құралдарына жатқызамыз. Электр тоғының адам организміне біздер әсерін білеміз. Адамды тоқ ұрған уақытта термиялық, электролиттік, биологиялық бізде әсер етеді. Тоқтың термиялық әсері дене терісінің әр жерінің күйуі, қан тамырларының, нерв жүйелерінің бұзылуы бізде тоқтың термиялық әсері болып табылады. Электролиттік әсері қанның және организмнің басқа да сұйықтарының ыдырауына байланысты оның физикалық құрамының бұзылуын туғызады. Биологиялық әсері ағзаның тірі жасушаларының қызуы нәтижесінде адам буындары тартылып, жүрек, өкпе қысылып, нәтижесінде қан айналу мен тыныс алу мүшелерінің жұмысы нашарлайды, тіпті олар жұмысын тоқтатуы да мүмкін. Электр тоғының соғуы нәтижесінде келесідей жағдайлар туындайды: естен тану, буындардың тартылуы, естен танып, буын тартылғанымен тыныс алу және жүрек ағысының жұмыс істеуі нашарлайды. Жүрек және тыныс алу жұмыстарының тоқтатылуы, қан айналымы, тыныс алу, жүректің тоқтауы, осылардың барлығы бізде электр тоғының соғуы нәтижесінде